Барлықтарыңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен қарапайым ғана чокер жасайтын боламыз. Ол үшін бізге осындай бусин керек болады. Және колончик, және осындай разноцветный бисерден жасайтын боламыз. Жасау жолы өте оңай. Жасап көруіңізге кеңес беремін. Яғни кішкентай қыздарыңыз болса, жасауларына болады. Өте жеңіл, өте оңай. Жалпы чокерді ювелирный тросқа жасаған жақсырақ болады, бірақ менде ювелирный трос бітіп қалғандық себептен осындай ғана лескіден жасайтын боламын. Мен бір жақ басын жасап алдым. Мен лескімді және екі қабаттап алдым. Осы басын қалай жасадым, видеоның соңында айтатын боламын. Ендеше бастайық. Ең алдымен бізге 20 бисер керек болады. Осындай әртүрлі радужный цветтен 20 бисер кигіземіз лескімізге. Мінекей, лескіме 20 бисер кигіздім. Осыны төменге қарай апарамыз. Бізде осындай болады. Және 20 лескіден кейін, яғни 20 бисерден кейін осындай бусиннің екеуін кигізетін боламыз. Біреу және екеу. Мінекей. Қайтадан 20 бисер лескімізге кигіземіз. Мінекей, лескімізге қайтадан 20 бисер кигіздім. Төменге қарай апарамыз. Мінекей, қайтадан осындай 20, осындай, яғни екеуін кигізетін боламын. Бусиннің осындай екеуін, ұзын. Екеуі. Мінекей. Бізде осындай болып шығады. Дәл осылай жалғастыратын боламыз. 20 бисер және 2 ұзын бусин. Мінекей. Мына мен чокерді лескіге жинап болдым. Қараңыздар, өте әдемі. Қандай болып әдемі болып шықты, қараңыз. Енді мынаны біз қалай бекітеміз? Біз бұл жерде не істейміз? Жіпті 2 рет байлайтын боламыз. Мына шетін осылай буып алдым. Байлап алдым. Ешқандай ортасы бос емес. Мінекей. Енді осыған мынаны бекітеміз. Яғни осы тұрғанға біз байланып тұрған жерін осыған қоятын боламыз. Мінекей өстіп. Ол үшін ыңғайлы болу үшін, қараңыздар, қолға ұстағанға ыңғайлы болу үшін, мына тұрған тесігінен мынаны шығарып аламын. Мінекей. Шығарып аламын да, мына біздің байланып тұрған жерін мынаның ортасына, яғни ішіне бүйтіп саламыз. Осылай ұстап тұрып арқылы екі жағын қысқашпен қысып тастайтын боламыз. Бірінші бір жағын қысамыз. Мінекей, бір жағын қыстым. Енді екінші жағын қысатын боламыз. Мінекей, қысып тастадым. Міне. Енді мынаны қалай етеміз? Мына жағын, яғни иненің көмегімен кері қарай шығарып аламыз. Мына, кері шығарып аламыз да, не істейміз? Қайшымен қиып тастайық. Кейін зажигалканың көмегімен күйдіріп жібереміз. Мінекей, бізде дайын болды. Енді біз осыны карабинге қадайтын боламыз. Ол үшін маған соединительный колечко керек болады екеу. Ең бірінші колонымызды қадап аламыз. Соединительный колечкомызды аламыз. Осыған колонымызды кигіземіз. Мінекей, кигізіп алдық. Енді қараңыз, чокерді екеуін екіге бүктеп бірде қылып алып келеміз. Демек, мына екеуінің ортасына кигізетін боламыз. Осыған колонымызды кигіземіз. Колонымызды қададық. Енді екі жағына соединительный колечкомызбен және оған қоса бізге цепочка керек болады. Кішкентай түрін алдым. Осыған цепочкамызды кигіземіз. Және осыны соңына қадайтын боламыз. Мінекей. Мына жағда тым қиыны жоқ, дәл солай қадаймыз. Мінекей, келесі жағында қададық. Міне, бізде дәл осындай әп-әдемі, оп-оңай чокер пайда болды. Сіздер де жасап көріңіздер. Мына жеріне әдемілік үшін, яғни пинамызға екі осындай бусинді салып жіберсек болады. Мінекей, осындай шариковый пинамызға, басы дөңгелек шариковыйға осындай екі бусинді кигіземіз. Мінекей, осыған соңынан кигіземіз цепімізді. Мінекей. Және осыны ұстап тұру арқылы мынауымызды біз артығын айналдырып жібереміз. Мінекей. Бізде осындай қарапайым әрі әдемі чокер пайда болды. Ювелирный троспен жасайтын болсаңыздар, мындай ирек-иректеу болмайды.
кәдімгі дөңгелекше болады. Менде мынау леска болғандығы себептен кішкене осындай ирек болып тұр. Өздеріңіз жасап көріңіздер, өте оңай. Каналға тіркеліп кетіңіздер.